Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода осындай керемет дәмді шығатын жасымық сорпасы чечевиче суптың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар осындай жасымық, чечевица және 2 картоп, сұйық май, тұз, 1 сәбіз, 1 пияз және де жарты лимон қажет болады. Біз пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Осылай мінекей ұсақтап турап алдық. Сәбізімізді кубиктап ұсақтап турап аламыз. Картопымызды да дәл солай ұсақтап турап алатын боламыз. Бізге қажетті заттың бәрін осылай турап алдық. Енді қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды қыздырып барып, пиязымызды салып қуырып аламыз. Жұмсарып, азырақ піскенше пиязымыздың бетін жауып қуырып алатын боламыз. 5 минуттан кейін осы қуырылған пиязымыздың үстіне біз сәбізімізді салып, оны да қуырып аламыз. Үстіне 1 ас қасық томат пастасын қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, оны да қуырып аламыз. 5 минуттай қуырған қуырмажымыздың үстіне картопымызды саламыз. Картопымызды салып, тағы да араластырып, 5 минутқа тағы да бұқтырып қуырамыз. Біздің көкөністеріміздің бәрі осылай жақсылап қуырылды. Осы қуырмашымыздың үстіне суымызды құятын боламыз. Мен 2 графиндей су құйдым. 2 литрдай. Үстіне 1 ас қасық тұз салдым. Қақпағын жауып, 1 қайнатып аламыз. Біздің сорпамыз жақсылап 1 қайнады мінекей. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Және де үстіне жақсылап жуылған біздің жасымығымызды, чечевицамызды салып, қайнатып, піскенше қайнатып алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Орта отта қақпағын жауып, жұмсарып піскенше қайнатып аламыз. Біздің сорпамыз мінекей 15-20 минуттай тұрып қайнады. Бәрі жұмсарып пісті. Суы тартылған. Егер қатты қою десеңіздер, 1 стакан су құюға болады. Мен 1 стакандай су құйдым. Және де жақсылап араластырамыз. Үстіне мен шай қасықпен 1 қасық тағы да тұз салдым. Тұзды дәміне қарай салатын боласыздар. Және де 1 араластырып, осы піскен сорпамызды блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Түйіршік қалмауы қажет. Осылай жақсылап еземіз. Жақсылап езіп алдық мінекей. Енді осы сорпамыздың астын жай отта ақырын қайнатып қоямыз. Және де үстіне жарты лимонымыздың суын сығып қосамыз. Лимонымызды осылай қостық. Жақсылап араластырып, астын жай отта қоямыз. Бізге қазір кептірілген мятаны қуырып қосу қажет болады үстіне. Бөлек сковородамызға 1 ас қасық сары май саламыз. Оның үстіне зәйтүн майын құямыз. Екеуін жақсылап қыздырып, үстіне
кептірілген мятаны қосып қуыратын боламыз. Кептірілген мятаны салдым, және де қызыл бұрыш, қара бұрыш салдым. Осы приправаларымызды жақсылап, осы майда қуырып аламыз. Қуырылған мята біздің сорпамызға өте ерекше дәм береді. Енді осы қуырмашымызды біз чечевица суптың үстіне осылай ыстықтай құямыз, және де жақсылап араластырамыз. Араластырып жақсылап біріктіреміз. Біздің жасымық сорпамыз осылай пісті. Осымен енді жақсылап араластырып, ыдысымызға құйып ұсынатын боламыз. Жасап көруге кеңес етемін, өте дәмді шығады. Тура мейрамханадағыдай өте керемет дәмді болып шығады. Астарың дәмді болсын. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.